Бүгін 2022 жылғы наурыз айының 6-шы жұлдызы. Қазір сағат 14:19. Мына судың қашып атқанын, мына жаңа Қазсушардың Төлмағанбетов Абош деген басшысы Сарысудағы бөлімшесіндегі. Анау тасарықтың бойында бір шөптер жиналып, талдар жиналып қалған деді. Содан су бер қарай аққан дейді. Менің түсінігім бойынша енді. Ол қалай бер қарай ағады? Мына қаншама су далаға кетіп жатыр міне. Осыған енді сол мекемелер осы әлеуметтік желіде жауап берулерін сұраймын. Мынаншама су неге былай қарай қашты? Өткенде бір шлюздар құлап атқан, жаңа бөгет жоқ. Содан бер қарай тасыды ма деген ой бар. Оған енді қазір менің мына шама су кеткенін қалай байқамаған. Кеше болған жағдай дейді. Бұл кешеден бері емес, бұл біраз күндер болған ғой. Осы қағып жатқан. Мына жаққа келген. Біраз су жерге сіңіп кетеді. Басқа су міне бұлай жиналып ағып жатыр мына жаққа қарай. Қаншама жер міне көрдіңіздер ме? Түкіскеннің поворотында шейін тіпті. Мына жерге дейін көл болып жатыр кәдімгі. Чайлма ауылдық округі мен Жаңаталап ауылдық округінің қариялары осы суға таласып еді. Міне енді қараңыздаршы, міне Алланың берген жауын шашыннан келген суды игеремей Қазсушар далаға жіберіп жатыр міне. Байқасаңыздар, далаға кетіп жатыр. Осы суларда бір демалыс демей, праздник демей, мейрам демей, осыны регулировка жасауға болады ғой. Су тасқыны болып жатыр, басқа болып жатыр дегенде мамандар осындай кезде шығып судың бағытын көріп, асып тасып жатса бұрып, шабындық бар, басқа бар, сол жаққа неге жібермеске? Шлюздің бір жағы өткен түсірілімде, видеоролигінде құлап жатқан тұғын. Мынаны енді варить еткен екен.
Мына судың өзінің несі міне қатты ағып жатыр. Екпіні. Қатты кетіп жатыр. Мына бөгет. Бөгетті мамандар айтады, мына бөгетті өте биік істеп қойған дейді. Ал енді бағанағы Тасарықтың анау көпірдің қасындағы Таразға шыға берістегі. Сол жерге су кеткені мынау шлюз бір маман бар қасында. Сол айтады, мына шлюз негізі ашып қалған ғой дейді. Осы бүгін варит еткен дейді шамасы. Өйткені мынандай су қатты жан-жағына шашпайды дейді. Бұл арықтың бойымен со кете беретін дейді. Мына жер ашық қалған дейді. Бір жартысы. Содан мына кеше жаңбыр жауды тау жерлерде. Соның бәрін жиналған суы мына араға напормен келіп ұрған дейді. Мына бөгеттен аса алмаған ары қарай шабақтыға түсу үшін дейді. Сөйтіп напормен келіп, осы мынаумен кеткен дейді. Мынаумен кетіп, аяқтан кішкентай көпірдің астына сыймай жан-жағына тасыған дейді. Маманның айтысы бұл енді. Мен өзім гидротехник емеспін. Осы жер осындай болған екен. Мына бөгетті биік істеп жіберген дейді. Мына бір жерді бөгет. Соның өзінде де Қазсушардың жігіттеріне мынандай суды күнделікті бақылап тұру керек деп ойлаймын өзім. Бағанағындай далаға кеткізбей суды. Өзіміз әнім тұр. Мына жерде жасап қойған бөгеттерден асқан қой, көрдіңіздер ма міне? Қаншама бөгет жасаған, анау бөгеттер міне. Тұр. Осыдан су келіп, мына бөгеттен өте алмай, сөйтіп, мынау жаңа шлюз жаққа қарай кеткен, өзі қатты екпінмен. Сөйтіп, жаңа ғана Таразға баратын жолдың бойына тасыған ғой. Енді ана жаңа көрсеттім сіздерге, шлюзді бір жағы құлап жатқан еді, оны варит еткен, орнына келтірген. Содан кейін судың бәрі мына жағына кетіп жатыр уже. Мынау Шабақта өзеніне кетеді екен. Біздің Сауда кентке қарай кетеді. Сауда кенттен ары қарай Жайылма округіне қарай кетеді екен. Так, мына жақтан таудан келетін су екен мынау. Мына жерде шлюз, міне. Бұлай барып Ынталыға кетеді екен. Ынталы су қоймасына кетеді екен. Қазір көреміз. Сулар ағып жатыр. Судың ағысы жақсы. Міне. Шлюздарды ашып қойған. Міне, осылай Ынталыға су жиналады екен.